Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай кереметтей болып шығатын үй жағдайында лавашты дайындайтын боламыз. Бізге қажет заттар: тауықтың төс еті, қызанақ, қияр, дайын лаваш менде, картоп және дәмдеуіштер, сарымсақ қажет болады. Енді бізде осы туралған дайын картопымызды майға қуыруға жібереміз. Осы кезде тауық етімізді маринадтауға кірісеміз. Тауық етімізді ұзыншалап, жіңішкелеп турап шығамыз. Бізге осындай жарты пиязды турап қосамыз маринадқа, және де сарымсақтарымызды турап қосатын боламыз. Менде дәмдеуішке тұз, паприка және қара бұрышты салдым. Енді және аздап май саламыз. Жақсылап араластырып, маринадтап 10 минутқа қоямыз. Ішіне салмаларын турайтын боламыз. Қызанақты және де қиярды осылай ұзыншалап турап дайындап аламыз. Енді етімізді қоратын боламыз. Тавамызға аздап май құйып, етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз.
Енді осы лавашымыздың үстіне барлық заттарымызды салатын боламыз. Ең алдыменен мен етті салдым. Сосын үстіне соусымызды құйып тұрып, барлық заттарымызды кезектестіріп қоямыз. Менде соус, майонез бен кетчупты араластырып жасадым. Қаласаңыздар сарымсақты соус етіп жасасаңыздар да болады. Қалаларыңыз бойынша соусты таңдай бересіздер. Келесі бізде картоплымызды салып шығамыз. Қолдан істелген, барлығы өте тамаша болып шықты. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан көптеген керекті рецептерді таба аласыздар. Шеттерін осылай жинап, ақырындап орап аламыз. Және де жаңағы ет қуырған тапамыздың майының үстінен салып, екі шетін қызартып, екі бетін қызартып орап алатын боламыз.